Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Нұрғали фильміз. Бұл видеода сіздерге американдық экшн шытырман оқиғалы фильмі Uncharted на картах не назначается фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Бостондағы католик балалар үйінің тәрбиеленушілері Натан Дрейк және үлкен ағасы Сэм саяхатшылар мен қарақшылардың қазыналары туралы әңгімелерді жақсы көреді және өздерін ағылшын капитаны Фрэнс Дрейктің ықтимал ұрпақтары деп санайды. Олар бірге көрмеге кіреді және Магелланның әлемдегі алғаш айналып өту картасын сақталған. Сэм Нейтке Магеллан оны іс жүзінде аяқтамағанын айтады. Картаны ұрламақ болған ағайындылар полицияның қолына түседі. Сэмді тұтқындауға жақын, бірақ ол Нейтпен қоштасып бір күні оны баспанадан алып кетемін деп уәде беріп, түрмеге түспес үшін қашып кетеді. 10 жылдан кейін Нейт бармен болып жұмыс істейді. Меценаттардың зергерлік бұйымдарын ұрлайды. Ал Сэм ешқашан Нейтпен тікелей эфирде байланысқа шықпады. Нейттің онымен жалғыз байланысы Сэмнің ағасына анда-санда жіберетін ашық хаттары. Қазына іздеуші Виктор Салливан оны барда қарсы алады. Оны Натанға қызықты бизнесті уәде етіп визиткасын береді. Нейт өзінен ұрланған білезікті қайтару үшін мекенжайға келеді. Оны Нейт бармен меценаттан ұрлап алған және Салли оның жоспарын орындауға мүмкіндік береді. Магеллан Филиппинде бүкіл әлем бойынша саяхатын аяқтамай тұрып қайтыс болды және ол жалғасты. Оның ізбасары ал экспедицияның олжадан алтын жоғалды. Бастапқыда Нейт Саллиге жоғалған алтынды табуға көмектесуден бас тартады, бірақ кейінірек алтынмен бірге ағасын табу мүмкіндігін ойлаған кейін ол өз ойын өзгертеді. Анықтамаларды іздеу үшін 2 кілт қажет. Олардың бірі қазірдің өзінде Саллиге тиесілі, ал екінші Бостондағы аукционға қойылған кезінде Нейт пен Салли кілтті алып Барселонаға сапар шегеді. Онда оларға Саллидің алтын іздеуге көмекші Халлоуэ Фрейзер қосылады. Магелланның мәліметтері алтынның Барселонада Санта-Мария дель Пи соборының астында екенін көрсетеді, бірақ үштік тек тұз бөлшектерін табады. Дегенмен олардың бірі Филиппин аралын көрсетеді, картаны көрсетеді. Оны Холли ұрлап Нейтке мылтықпен қорқытып, оны нокаутқа түсіреді. Осылайша екеуінің опасызды жасайды. Кейінірек Холли да Монакода жұмыс істейтін белгілі болды. Олар Филиппинге ұшады, бірақ Брэддок Монакодағы опасыздық жасап, оны өлтіріп, халыққа оған жұмыс істеуге итермелейді. Холли қашуға мәжбүр болады және оған Салли мен бірге Монакода ұшағына жасырын түскен Нейт көмектеседі. Саллидің ұшақтан ерте секіреді, ал Нейт пен Холли жағажайға жетеді. Ал Сэм Нейтке 10 жыл бойы жіберген ашық хаттарды талдайды. Нейт қазынаның анықтамасы мен нақты координаттарын табады, ал Холли жалған координаттарды қалдырады. Өйткені оған сенуге болмайтын түсінді. Нейт Магелланның кемелерінің орнын табады, ал Салли оған алтын іздеуге қатысады. Олар іздеген табады, бірақ олар Бердюк экспедициясын аңдыды. Салли рюкзагының артында толтырып, Бердюктің Магеллан экспедициясын кемелерін ашып кеткен жүк ұшақтарының бірін ұрлап әкетіп алады, бірақ Бердюктің өзі бас тартқысы келмейді. Салли Нейтті шығару үшін рюкзактарын Бердюкке лақтырып, құрбан етуге мәжбүр болды. Бердюк суға құлап кеме соқтығысады. Олар ұшып бара жатқанда Нейт пен Салли атығып қойған алтындарын көрсетеді. Досының көңілін көтереді. Салли мен Нейт батып бара жатқан кемемен күн батысқа қарай ұша жөнеледі.